Лиан Хак деген Южный Кореяның жігіті 23 жасында туған қызына көмек сұрап, пожертвование сұрап, объявление таратады. Қызы сирек кездесетін цемантома деген аурумен ауырған, яғни ауыз қуысының бәрі опухольға толып, жаңадегі опухольді вовремя операция істеп алып тастамаса, ауыздары қисық болып қалады, тістері қисық өсетін, сондай сирек кездесетін ауру. Бұл семьяны телевидениеға шақырып, бұлардан интервью алып, документальный фильм түсіріп, не только Южная Корея, басқа да мемлекеттердің жаны ашып, пожертвованияға ақша аударады. Солай 2005 жылы бұл қызға операция жасалынады. Операция сәтті өтеді. Бірақ 2006 жылы январь айында әкесі интернетке тағы да пожертвование сұрап объявление жібереді. Объявлениеде қызымның операциясына миллиард вон ақша керек деп айтады. Бірақ операциясы болып қойған, и ол 7 миллион вон болған, а бұл уже миллиард вон сұраған уже халықтан. Қызының операцияға дейінгі фотоларын қойып, постоянно интернеттен пожертвованияға ақша жинап жүрген. 2009 жылдан 2012 жылға дейін 29 объявление беріп газеттерге, плюс тағы да ақша жинап алған. 10 жылдың ішінде 30 түрлі қымбат иномаркаларды ауыстырып мінген екен. Бұл істің бәрі 2017 жылы болған жағдаймен анықталады. 2017 жылы бұл жігіттің әйелі балконнан секіріп кетіп өледі. Ол кезде бұл үйінде болған, скорый мен полиция шақырады. Скорый мен полиция келгенге дейін өзі астына түсіп, әйеліне қарамайды. Полиция келген кезде әйелім самоубийство жасады, міне қағазы деп компьютермен жазылған, бұл өмірден шаршадым, кеттім мен деген сияқты сондай компьютермен жазылған қағазды көрсетеді. Бұл іс самоубийство болып жабылып кетеді. Әйелі қайтыс болған соң бірнеше айлардан кейін қызына айтады: класстас қыздарыңның фотосын көрсет деп. Фотосын көріп, мына қыз деп таңдап, осылардың біреуін үйге ертіп кел, саған ана керек, сенің анаң қыламыз дейді. Қызы класстас қыздарын үйге кино көруге шақырады, бірақ бұл қыз біртүрлі болғандықтан бәрі отказ береді. Бір ғана қыз жан ашып жарайды деп келседі. Үйге кірген соң класстасына шай береді, шайға снотворный қосып береді. Қыз ұйықтап қалғанда мына кісі қызды екінші этажға көтеріп алып кетіп, сол жақта зорлап өлтіріп қояды. Ол қыздың анасы жар салып іздеп жүреді, бүкіл класстастарынан сұрап полицияға береді. Сол кезде тексеріс барысында осылардың үйіне камераға түсіп қалған, кіріп баратқаны, ертесі күні трупты неге ораған, одеялоға ораған, машинаның багажына салып атқандары тағы түсіп қалған. Солай бұл кісі өмір бойлық түрмеге қамалған. Қызы психиатрияға ем алып, туысқандарының қолында өмір сүреді екен. Пекин қаласында жабайы табиғат деген парк бар. Ол парктың өздерінің шарттары бар. Машинамен кіресің, машинадан түспейсің. Өйткені ол дикая природа, жабайы аңдар жан жағыңда жүреді, и для безопасности машинадан түспеу керексің. 2016 жылы сол жерге бір жанұя демалуға барады. Машинамен парктың ішін аралап жүреді, бірақ машинада конфликт болып, ішіндегі подростық қыз ұрыс шығарып, ашуланып, машинадан түсіп кетеді. Қыз машинаға отырайын ба, отырмайын ба деп ойланып тұрғанда, қас қағым сәтте артынан сибирский тигр келіп, қызды сүйреп әкетіп қалады. Анасы байғұс қызын құтқару үшін арқасынан жүгіреді. Тигр қызды біраз жерге сүйреп апарады, қыз барынша күресіп жатыр, қызды талап жатқанда анасы кеп арқасына жабысып тигрдің ұра бастайды. Бірақ екінші тигр келіп анасына қарай секіреді. Солай анасы тигрға таланады. Спасательный помощь келгенге дейін анасы өліп кетеді, қыз тірі қалады. Қызды ауруханаға жеткізеді, бірақ денесінде шырамдар қалады. Адам өлімі болды деп паркты сотқа береді. Біраз уақыт парк жабық тұрады, бірақ кейін қайта ашылады. Өйткені бұлар предупреждение барлық жерге жазған, машинадан түспеңдер деп. Бірақ подростық қыз өзі түсіп кеткен, ешкімді тыңдамай. Северный Кореяда Дамби деген қыз 15 жасында контрабандамен айналысқан. Оны әкесінен үйренген. Әкесі Қытайға металлолом өткізіп, күрішке ауыстырып алатын болған. Северный Кореяда күріш жетіспеушілік көп болады. Өйткені күріш сырттан келмейді, өздерінде ғана өседі. Соны халыққа белгілі бір мөлшерде ғана бөліп береді. Одан артық халық жемейді. Сол үшін бұл қыздың әкесі контрабандамен айналысқан.
яғни қарындары тоқ жүру үшін күрішке ауыстырып отырған. 15 жасында қызын соған үйреткісі кеп Қытайға апарған қызын. Қытайды көрген қызы Қытайдың адамдарының әрқайсысы бір-біріне ұқсамай уникальный болып жүргендері ұнаған, әртүрлі киімде, әртүрлі косметикамен, солай бұл қыз металлоломмен емес косметикамен айналысам деп шешкен. Северный Кореяда яркий косметика сатылмайды, запрет. Сондықтан бұл яркий косметикалар әкеліп сататын болған. Оны той болатындар және тұрмысқа шығып жатқандар алады, фотосессияға алады. Өйткені фотосессияда яркий косметика әдемі көрінеді. Солай уходовый косметикаларда әкеліп сатып жүрген ғой. Ақша күшті таба бастаған, өзі сол Қытай адамдарына, Кореяның адамдарына еліктеп, шаштарын бералап, андай не дейді, химзавивка істеп, сосын Северный Кореядан иықтан төмен ұзын шаш рұқсат етілмейді, бірақ бұл ұзын шашпен жүретін болған. Джинсы шалбар рұқсат етілмейді, бұл джинсы шалбар киіп, короче, өзі көзге түсіп қалады ғой. Үйіндегілер айтады, көзге түспе, мына басқа бәр импортный киім білініп тұрады ғой. Және Северный Кореяның киімін ки десе де, уже бұл Северный Кореяның киімін менсінбей қалады. Уже Қытайдан келген әдемі киімдерді киіп жүргісі келеді. Солай бір-екі рет ұсталған кезде ағасы органда істейтін болады, ақша беріп, бұл қызды шығарып алады, білдіртпей. Бірақ 2 жылдан кейін 17 жасында бұл қыз конкретно ұсталады ғой. Ол жақта заң сондай, семьяда бір адам қателік жасаса, ұсталса, бүкіл семья жауап беру керек. Бүкіл семьяның көзін байлап, ең қауіпті түрмеге апарады бұларды. Нағызды әбден қинайды, ұрады, соғады, үстіне мұздай су құяды. Оны көрген органда істейтін ағасы кінәнің бәрін өзін мойнына алады. Менің кінәм, мен полномочиямды қолданып, органда істейтінімді, қарындасымды осылай істеткіздім дейді ғой. Бұлардың ешқандай кінәсі жоқ, менің кінәм деп ағасы бүкіл қылмысты контрабандан мойнына алады. Ағасын алып қалып, бұларды босатады. Біраз күндерден кейін қолайлы уақыт тауып, бұлар Южный Кореяға қашып кетеді. Солай әзіргі таңда Южный Кореяда тұрады, ағасымен не болғанын білмейді. Колумбияда 1985 жылы ноябрь айында вулкан атқылайды. Ол вулканның кесірінен таудың басындағы бүкіл мұздар еріп, су болып, сел болып, сол маңайдағы қалашықты су алып кетеді. Бұл жағдайдың бәрі түннің бір уағында болған, сондықтан 25 мың адам өліп кетеді. Сол 25 мың адамның ішінде Омайра Санчес деген мына қыз, 13 жасар қыз, тастарға аяғы қыстырып қалып, судың астында тірі қалады. Омайраның спасательдер құтқарғысы келеді, бірақ тастың арасынан аяғын ала алмайды. Тасқа қатты қыстырылып қалғандықтан мына суды насоспен тартып алып, сосын барып босату керек болады. Су мойнынан келіп тұрған, насостары дұрыс істемей, өкіметтен насос сұратады. Өкіметтен сұраған көмек задержка болады. Бұл жердің суын қанша тазалауға тырысса да, ешкім тазалай алмайды, өйткені судың орнына қайта су құйыла береді. Ноябрь айы болғандықтан су өте қатты мұздай болады, тем более таудың суы. Бұл қыз сол жерде 3 күн бойы көмек күтіп тұрады. Журналистер, СМИ бәрі сол жерде жүреді. Известный фотограф та 3-ші күні келіп мына суреттерді түсірген. Бұл қызға ешкім көмектесе алмайды. 3 күн, 3 түн бойы осылай тұрып, 3-ші күні сандырақтап, галлюцинация көзіне көріне бастайды. Мен мектепке кешігіп жатырмын, мектепке баруым керек деген сияқты. Солай қыз 4-ші күні сол суда өліп кетеді. Шарасыздық деп осыны айтуға болады, өкіметтен ешқандай көмек келмейді. Қыздың денесі сол жерде көміледі.